Саламатсыздар ма балдар, математика пәні 130 сабақ. Бұл сабағымыздың тақырыбы 102 көбейтілген 3, 306 бөлінген 3 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Сабақта 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін үйренетін боласың. Гүлдерді топтап жина. Бірінші гүлшоққа 7 жүздігі бар сан жазылған гүлдерді топтастыр. Екіншісіне 43 ондығы бар сан жазылған гүлдерді жина. Ал кеттік, жинайықшы. 7 жүздігі бар сандарды жинаймыз. 708, 780, 743 ондық 430, 433, 438. Көбейтудің баған түріндегі орындалуына қара. 102 көбейтілген 3. 3-ті алдымен 102-нің бірлігіне көбейтеміз. 3-ке 2-ні көбейтсек 6. Одан кейін ондығына 3-ке 0-ді көбейтеміз 0. Одан кейін 100-дікіне 3-ке 1-ді көбейтеміз 3, яғни 306. Дәл солай 306 бөлінген 3, яғни біз 100-дігін бірінші бөліп аламыз 3-ке. 1, яғни 1-ге 3-ті көбейтсек 3. 0-ді 3-ке бөлеміз 0. Келесі бірлігін бөлеміз. 6-ны 3-ке бөлеміз 2, яғни 102 шығады екен. 0-ді кез келген санға бөлгенде әрқашан 0 шығатындықтан қысқаша жазуға болады. Неге бұлай жазуға болатынын түсіндіреді. Яғни біз қарасаңдар, бірлігін бөлгенде 1, енді ондығын бөлгенде 0-ді 3-ке бөлгенде 0 шығады. Сол себепте оны бұл жаққа жазбайық. Бірден 100-дікті бөлгенде жазуға болады екен балалар. Баған түрінде жаз және есепте 104 көбейтілген 2 тең 208, 302 көбейтілген 3 тең 903, 906, 609 бөлінген 3 тең 203, 903 бөлінген 3 тең 301, 203 көбейтілген 3 тең 609, 101 көбейтілген 5 тең 505, 707 бөлінген 7 тең 101, 204 бөлінген 2 тең 102. Өзің осындай мысалдар құрастыр, баған түрінде жаз, оны есепте дейді. Құрастырып көрейікші. 204 көбейтілген 2 тең 408, 103 көбейтілген 3 тең 309, 202 көбейтілген 4 тең 808, 102 көбейтілген 3 тең 306. 1 килограмм күріш өсіру үшін 7 тонна су жұмсалады. 100 килограмм күріш өсіру үшін неше тонна су қажет? Егер 1 килограмм күрішке 7 тонна су керек болса, 100 килограмм күрішке неше тонна су? Яғни 100-ді 7-ге көбейтеміз. 100 килограмм күріш өсіру үшін 700 тонна су қажет екен балалар. 100 грамм бидай өсіру үшін 120 литр су жұмсалса, одан 5 есе артық бидай өсіру үшін неше литр су қажет? 100 грамм бидайға 120 литр су, 100 граммнан 5 есе артық бидайға неше литр су? Яғни 100-ді 5-ге көбейтеміз. 5 есе артық дейді 500 грамм, яғни 120-ны 5-ге көбейтеміз 600 литр. 500 грамм бидай өсіру үшін 600 литр су қажет екен балалар. 3 килограмм картоп өсіру үшін 600 литр су жұмсалса, 1 килограмм картоп өсіру үшін неше литр су жұмсалады дейді. Бұл жерде де 3 килограмм картоп үшін 900 литр су жұмсалса, 1 килограмм картоп үшін неше литр су жұмсалады? 900-ді 3-ке бөлеміз 300 литр су. Жауабы 1 килограмм картоп өсіру үшін 300 литр су қажет. Суретте жер телімінің планы берілген, қорзайынының бойылған бөлігіне орамжапырақ отырғызбақ. 1 орамжапырақты өсіру үшін орташа 101 литр су жұмсалады. Егер 1 метр квадрат жердегі 2 орамжапырақтан отырғызатын болса, онда жер телімінің бойылған бөлігіне неше литр су қажет? Енді қараңдаршы балалар. Бізде мынау жер телімі, осы жер телімі мына бойылған бөлігіне ғана орамжапырақ отырғызады екен. Енді бұл жерде біз аудан табу үшін ұзындығымен ені көбейтеміз. Ендеше 7 көбейтілген 5, 6 көбейтілген 4. Және бұл жерде қарап отырсаңдар, 7-ге 5-ті көбейтсек 30, 6-ға 4-ті көбейтсек 24, Мына бір бөлікті табу үшін біз мына ұзындықтан мына ұзындықты азайтамыз. 7-тен 2-ні азайтамыз. Ал мына ұзындықты табу үшін 6 метрден 4 метрді азайтамыз. Сонда бізде 4 метр квадрат болады екен. Енді оны 2-ге көбейтсек 8 орамжапырақ, яғни 4 метр квадратқа тең екен. Енді оны 101
литр суға көбейтсек, жер телімінің бойылған бөлігіне 808 литр су қажет екен балалар. Берілген шеңбердің радиусын өлше, дәптеріңе радиусы осы шеңбердің радиусынан 2 есе 3 есе ұзын болатын шеңбердің центрі бір нүктеде болатындай етіп сал. Бұл шеңберді қалай атайды? Енді қараңдаршы, бірінші радиусы 1 сантиметр, екінші радиусы 2 есе ұзын, үшінші радиусы 3 есе ұзын. Есе ұзын десе, 1-ді 2-ге көбейтеміз, 1-ді 3-ге көбейтеміз. Яғни жауабы бірінші радиусы 1 сантиметр, екінші радиусы 2 сантиметр, үшінші радиусы 3 сантиметрге тең. Яғни бұндай шеңберлерді центрлі шеңберлер деп атауға болады екен. Есепті шығару үшін саған мәліметтердің қайсысы қажет болатынын анықта, оларды шығар дейді. Бақта 20 түп шырша, 102 түп жай бөртегүл және одан 2 есе артық парсы бөртегүл бұталары өсіп тұр. Бақта барлығы неше түп бөртегүл өсіп тұр? Яғни 2 есе артық десе 102-ні 2-ге көбейтеміз. 204 түп бұл парсы бөртегүлі. Ал енді барлығын білу үшін 102-ге 204 қосамыз, 306 түп. Бақта барлығы 306 түп бөртегүл өсіп тұр екен. Аптаның басында 50 түп ақ гүл, 202 түп бөртегүл гүлдеді. Ал аптаның соңында 2 есе кем бөртегүл гүлдеді. Бақта барлығы неше түп бөртегүл гүлдеді? Бұл жерде 202-ні 2 есе кем деп тұрса, 2-ге бөлеміз 101 түп. Бұл аптаның соңында, ал енді барлығын табу үшін 202-ге 101-ді қосамыз. Жауабы бақта барлығы 303 түп бөртегүл гүлдеді. Алия мен сырым өрнектердің мәнін тапты. Алия өрнектердің мәні 974 және 644-ке тең болатынын анықтады. Сырым өрнектердің мәні 976 және 642-ке тең болатынын анықтады. Кім қай өрнекте дұрыс есептеді? 303-ке 3-ті көбейтіп 65-ті қоссақ, 974-ке тең. Ал 843-тен азайтамыз, 804 бөлінген 4-ті тең 642. Бұл жерде әрине қараңдаршы балалар, 303 көбейтілген 3 қосылған 67 тең. Балалардың жауабы дұрыс болу үшін өрнекті қалай өзгертуге болады? Өрнекті өзгертіп көрейік. 303 көбейтілген 3 қосылған 65 емес 67 деп алайық. Сонда 976 болады. Ал енді 843 емес 845 азайтылған 804 бөлінген 4 деп аламыз. Бұл жерде 644 болады. Әрине бұл жерде жауабын өзгерткен уақытта Алияның өрнекті дұрыс тапқаны белгілі болды. Баған түрінде жаз. Есепте 304 көбейтілген 2 тең 608, 201 көбейтілген 4 тең 804, 101 көбейтілген 8 тең 808, 204 көбейтілген 2 тең 408, 606 бөлінген 2 тең 303, 606 бөлінген 6 тең 101, 404 бөлінген 2 тең 202, 306 бөлінген 3 тең 102. Вагондар өрнектерді дәптеріңе баған түрінде жаз. Бізге берілген 3 сан, 3 цифр, 5, 8, 2 цифрлар. Ең кіші және ең үлкен 3 таңбалы сан құрастыр дейді. Олардың айырмасын тап дейді. Алынған өрнектің мәнін пайдаланып, ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандар құрастыр. Олардың айырмасын тап. Есептеуді 3 рет қайтала дейді. Яғни 5, 8, 2 сандарының ішінде ең үлкені 852. Ең кішісі 258. Азайтындар дейді. Ендеше 594-ке тең болды. 594-де бізде ең үлкен 5, 9, 4 цифрларынан ең үлкен сан 954, ең кіші сан 459. Азайтсақ 495-ке тең болады. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.